тамыр будасының енін екінші қабырғалықтан анықтаймыз. Тамыр будасына 3 тамыр кіреді: жоғарғы қосты вена, аорта және трункус пульмоналис. Осының енін анықтау үшін біз өте жай перкуссия жасаймыз. Екінші қабырғалық табамыз. Бұған орта сызығынан ашық дыбыстан тұйық дыбысқа перкуссия жасаймыз. Тұйықталды кеткен дыбыстан белгілейміз. Қарама қарсы екінші қабырғалықтан сол жақтан ішке төске қарай жай перкуссия жасаймыз. Кеткен дыбыстан белгілейміз. Тамыр будасының ені 5-6 см. Қазіргі жағдай бізде 5 см құрап тұр.